Бодрум туралы көбірек ақпарат білгіңіз келсе, ары қаратай көре беріңіз. Бодрум Түркияның оңтүстік-батысында орналасқан Эгей теңізінің жағасындағы қала. Бодрумның халық саны қыста 30 мыңның төңірегінде болса, жаз айларында туристер мен әлемнің түкпір-түкпірінен келіп қоныстанатын зейнеткерлердің есебінен тұрғын саны 1 миллионға жетеді екен. Құрметтім, менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Аймақ Бодрум, Тургутрис, Ортакент, Түркібеке, Ялыковак, Гүмішлік, Битес, Конаджик, Ялы, Мумыджалар муниципалитеттерінен тұрады. Біз Бодрумға жеттік. Бодрумда бізді турфирмамыздың автобусы күтіп алды. Енді қонақүйімізге барамыз. Бодрум қатты ыстық екен. Қатты ыстық болғанда енді біздегі Алматыдағыдай, бірақ та кішкене тұзды, бір қуыратын тұзды ауа екен. Ісіп тұрып, суға түсетін күн. Айконай, Бодрумның аэропорты қандай екен? Бодрумның аэропорты кішкентай. Бодрумда сағат 1-ден 13 минут кетті. Ал Алматыда сағат, Қазақстан сағат қанша? 4:30. 4:30. Дұрыс. Телевизоры. Кино. Төсегі. Диван. Балкон. Қайда ашатын қайда? Тұра тұр, о жағына. Ох! О! Тема. Теңізге қарап тұр. Негізі мен өзім аса бір ерке, талапшыл емеспін. Осындай қызмет көрсететін, демалуға келген кезде қызмет көрсететін жерге аса бір қатты талап қоймаймын. Ең бастысы ізеттілік танытып, сондай мәдениетті қарым-қатынас болса, маған сол жеткілікті. Сондықтан дәл қазіргі уақытта маған бәрі ұнап жатыр. Көңіл күйімді құртатындай ештеңе көріп тұрған жоқпын. Көңіл күйім жақсы болса болды маған. Ең бастысы сол. Біз жатқан қонақ үй негізі 5 жұлдызды қонақ үй. Бірақ та жөндеу жұмыстары, ішіндегі көрініс бәрі 5 жұлдызды қонақ үй деп айтуға келмейді негізі. Мысалы, біздің Алматыдағы Қазақстан қонақ үймен салыстыратын болсақ, жоғары жаққа видеосын салып қойдым Қазақстан қонақ үйінің. Салыстыратын болсақ, аса 5 жұлдызды деп айтуға келмейді. Біз қазір таңғы ас ішуге
барамыз. Мен мындай жолмен таң асқа бара жатырмыз. Келдік. Кофе бар ма екен? Турецкий кофешик. Біз мынандай завтрак алдық. Аса көп зат алған жоқпыз, бірақ ана жерде тамақ деген толып. Теңізге қарап тамақ ішіп отырмыз. Біз магазинге шықтық. Балон алып, қазір суға түсеміз. Бодрум Анталия сияқты емес, бұл жақта көбіне европалықтар демалады екен. Сондай спокойный, тыныш, ешқандай ешкімге кедергі жасап жатқан жоқ, сондай екен да, өте мәдениетті кісілер демалып жүр қазіргі уақытта біздің қасымызда. Сосын Анталияда қызмет көрсетушілердің көбі орыс тілінде сөйлейтін болса, бұл жақта орыс тілінде емес, түрік, ағылшын тілдерінде сөйлейді екен. Сосын кейбір жерлерде итальян тіліне аударып, итальян тілінде де қызмет көрсетіп жатты. Мен бар ғой, осындай жерлерде тұрғым келеді. Осындай бір шағын көшесі бар, бір шағын үйі бар. Сондай жерде, мынандай қонақ үйге демалуға емес, просто кәдімгі күнделікті рутинасын көргім келеді да, осындай үйлерде тұрып, көршілерім бір басқа тілде сөйлесе, басқа ұлттың өкілдері болса, солармен әңгімелесіп, оларды жақынырақ танып, сондай осындай басқа елдің несіне, өміріне бір кіріп, сондай сезініп көргім келеді да. Бұйыртса ол да болар. Кешкі серуенге шықты. Міне күн батып барады. Тамаша болып батып барады. Қазір келіспен жүріп, анау жерге барамыз да. Сосын күнді ұясына шығарып саламыз. Мынаны қарашы, қандай тамаша. Красота. Бізде осындай гүлдер өссе ғой деп армандап келе жатырмын. Мынаны қарашы, бүткіл жер гүл. Рахат. Қандай күшті. Сауда саттық, мейрамхана.
мешіт жаққа қарай бара жатырмыз ауданның. Міне. О, мына жер. Киім-кешек сатып тұр. Мейрамхана. Кафелер дейді. Полигон дейді. Арендаға беретін шығар. Мына жақта да. Давай осылай жүрейік. Ben de kendime gelirim. Hayatımda hiç içmedim biliyor musunuz? Мынаны қара. Базардың көкесіне кетіппіз ғой біз. Ой, турецкая атмосфера чувствуется. Аха. Мешіт. Барлық жерде Түркияның туы. Міне. Бұл жақта ит мысық деген жетеді екен. Мына жерде иттер, жер көктің бәрі ит. Мына жерде ит, кемелер, кеме, неше түрлі. Кім? Жаңағы ба? О, пират. Мынандай неше түрлі кемелер бар екен мына жерде. Өміржанды филиппиндықтарға ұқсатып жатыр. Айконайды Грузияда. Айконайды Грузияда кімге ұқсатты? Қытайларға. Қытайға.